Сәлем достар, мен сіздермен бар жоғы 30 минутта дайындалатын тамақтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға сұйық май құйып, қызғаннан кейін ұсақтап туралған пиязымызды әдемілеп сарғайғанша қуырып аламыз. Одан кейін кубиктап туралған сәбізімізді пиязға қосып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Келесі кезекте қызыл болгар бұрышы, оны да тура солай кубиктап турап, оны да майда жақсылап қуырып аламыз. Көкөністеріміз жақсылап қуырып алғаннан кейін алдын ала жуылып, тазарған және құрғақ күйіндегі күрішімізді алып, шамамен 5 минуттай қуырамыз. Күрішімізді қуырып алғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды күріштің үстіне 1 см көтеріліп тұратындай етіп құйып, қақпағын жауып қоямыз. Дайын болғаннан кейін консервідегі горохымызды қосып, араластырып ұсынуға болады. Ал егер де сіздерде горох қатырылған күйде болса, көкөністермен бірге қуырып жібереміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.